Саламатсыз ба студенттер? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақта кімше? Қарабай өтілер, Көбаев өтпей сағатар болды. Үшеуде себепті. Бізде осындай жақсы көңіл күймен ең алдымен топқа бөлініп алайық. Олар алдымызда тұрған фигураларға назар аударсақ, әртүрлі фигуралар, яғни пазлдарды. Осы пазл әдісі арқылы қазір топқа бөлінеміз. Әрқайсымыз бір-бірден алайық. Фигураларымызды алып, пазлды құрастырып топқа бөлінеміз. Ananı koyasın da çirkin, ananı koyasın da. Çok вроде. Но aslında правильно. Жоқ дұрыс емес. Енді пазлдарымызды құрастырып болсақ, жапырақтың артында бізде құпия сөз шығады. Яғни сол жапырақтардың қай ағаштан түскендігін көре аламыз. Қандай сөздер шықты? Қайын. Бізде ең бірінші қайын тобы. Үйеңкі тобы. Bizde yemeğin деген сөз шықты. Бізде үшінші топ емен тобы. Енді балалар, бізде үйеңкі, емен, қайын үш топ болды. Және де сіздерге бағалау кешесі өзіміздің тобымыздан топ басшысын тайын фикір қандаймыз. Балалар, тақта назар аударсақ, бүгінгі біздің тақырыбымыз ландшафттық жобалау негіздері. Жалпы сабақтың негізгі жоспары бізде 6 қадамнан тұрады. Ең бірінші қадам бұл білу қадамы. Білу қадамында мен сіздерге ұяшықтар жасыру арқылы үй жұмысына берілген тапсырманы, яғни үй жұмысын қайталап өтеміз. Тақтаға назар аударайық. Бұл жерде бізде әртүрлі сандағы топтар, әр топтан бір-бірден таңдап жауап береміз. Үйеңкі тобы. Қай ұяшық таңдайсыздар? Абаттандыру дегеніміз не? Абаттандыру дегеніміз жоспардың жалпы эстетикалық пландық көрінісін шешімін айтамыз. Сіздер де бір ұпай бағалау бюджетіне бермек етіңіздер. Емен тобы. Қай ұяшық таңдайсыздар? Бұл жерде қандай шартты бермеген? Көлік тұрағы. Дұрыс, сіздерде бір ұпай. Қайын тобы. Сіздер қай ұяшық таңдайсыздар? Бірінші. Бұл жерде қандай шартты бермеген? Газон. Яғни қазақша? Көгал. Көгал. Жоқ, сіздерде бір ұпай. Үйеңкі тобы. Бұл ненің белгісі? Жел раушаны. Дұрыс. Жел раушаны дегеніміз не? Желдің бағытын көрсететін диаграмма. Желдің бағытын көрсететін диаграмма. Сіздерде бір ұпай. Емен тобы. Қай ұяшық? Құрылыстық сызбалар нешеге бөлінеді? Құрылыстық сызбалар үшке бөлінеді: дипломдық,
дипломдық жоба, курстық жоба, жұмыс жобасы. Дұрыс, жарайсыздар. Қайын тобы қай ашық? 4. Басты жоспардан негізгі көрсетілді. Атап айтып кетсеңіздер. Развивительный план, жер бедері планы, абаттандыру, жиырмасысы планы, инженерлік план, и сосын фрагменттер. Сізде де тоже бір бай. Жер бағыты дегеніміз не? Жауап берейік. Жер бағыты дегеніміз жердің әр бағытқа айналуын және қайталануын өлшейтін диаграмма. Дұрыс. Келесі Елен тобы 8. Бас жоспар қандай масштабта сызылады? 1/200, 1/500, 1/1000. Дұрыс. Және де қайын тобы сіздерге соңғы ашық. Назар аударайық. Бас жоспар дегеніміз не? Бас жоспар сол бастаған жоспардың негізгі құжаты болып табылады. Берілген объектілерді абаттандырып, сол проектіге сай безендіру, соның шешімі бар бөлігін айтамыз бас жоспар деп. Өте дұрыс, тобық жауап болды. Құттықтаймын. Бұда 3 ұпайдан. Біз осы ұяшықтар арқылы өзіміздің өткен тақырыпты қайталадық. Және де жаңа тақырыпқа назар аудара кетейік. Біздің жаңа тақырыбымыз ландшафттық жобалау негіздерінің сабақтың смарт мақсаты. Мақсатымыз ландшафттық жобалау туралы түсінікті қалыптастыру. Мерсуи өлшенетін, яғни айтылған ақпараттарды қолданып және талдау жасау негізінде қолжетімді таксономиясы, ұяшықтар, пазл әдісі, мұғалімге хат жолдау арқылы әдістерді пайдаланамыз. Relevant мағыналы қажетті білімдер мен біліктерді игере отырып, және берілген уақыт 45 минут. Енді жаңа тақырыпқа тоқтала өтсек, бүгінгі біздің тақырыбымыз ландшафттық жобалаудың тақырыбын ашып түсіндіретін болса, мұқият қараймыз. Ландшафттық жобалау дегеніміз не? Бұл география, тарих, өнертану, философия, қала құрылысы және сәулет элементтерінің өзара әрекеттесу мен шығармашылық синтезі нәтижесінде пайда болған ғылым негізі. Яғни тек қана сәулет мамандығын ғана, сәулет айналасын ғана қамтымай, география, тарих, өнертану сияқты салаларды қамтиды. Ландшафт сәулеті бұл ашық кеңістік сәулеті. Яғни ашық кеңістік дегеніміз ол біздің айналамыздағы қоршаған орта. Бұл ландшафттық жобалаудың органикалық және ажырамас бөлігі. Ландшафт сәулеті табиғи және жасанды компоненттердің әртүрлі қатынастарымен ландшафттарды қалыптастыру және сақтау мәселелерін шешеді. Оның қызмет саласына бау саябақ өнері, тұрғын үй аумақтары, көшелер мен жолдар, қала орталықтары, өнеркәсіптік аудандар, ауыл шаруашылық кәсіпорындар, тарихи ландшафттық көгалдандыру және абаттандыру кіреді. Толығымен ландшафт сәулетінің объектілеріне тоқталатын болса, мысалы көшелер мен алаңдар. Сіздер көріп тұрғандай, көшелерде орналасқан жасыл желектер мен ағаштар, оның барлығы ландшафт өнеріне кіреді. Тек қана көшелер мен алаңдар ғана емес, гүл бақтары, желек жолдар, жаяу жүргіншілер жолы көрсетіледі. Және де әртүрлі функционалды мақсаттағы саябақтар, парктер, яғни соның ландшафты да осы ландшафттық сәулеттеуге кіреді. Онымен қоса біздің тұрғын үйлердің, өздеріміздің тұрақты тұрғын үйлеріміздің алдында көптеген балалар, ересектерге арналған демалыс орындары, яғни балалар ойнайтын жер, соның барлығы ландшафттық сәулеттеу объектілеріне жатады. Және де тағы ландшафттың ең сіздерге белгілісі ол кәдімгі үй-жайлардың экстерьері, яғни біздің өзіміздің тұрғын үйіміздің алдындағы бау-бақшаларда осы ландшафттық сәулеттік жобасына кіреді. Келесі біздің қадамымыз
қолдану қадамы. Осы қолдану қадамы арқылы белгіленген аумақта ландшафттық объект жобасын жасаймыз. Ол үшін сіздерде алдарыңызға берілген түрлі түсті параметрлермен, бояулармен бас жоспардың ландшафттық жобасын жасаймыз. Берілетін уақыт 10 минут, қорғауға 5 минут беріледі. Уақыт кетті. Балалар, сізде 5 минут қалды. Енді бір шетке салып қойшы. Балалар, уақыт аяқталды. Бізде саябақта бізде ең белгіленгендері ойнаған футбол, теннис алаңы, және жастарымызда Өте жақсы. Екі тобының жұмысы өте әдемі шықты. Ландшафттық компоненттер қойылған. Екі тобына қанша ұпай береміз? 1 мен 10-ның аралығында бағалайық. 8. біз емен тобы бұл жалпы жеті бөлмелі жер тұрғын үйдің бас жоспарымызды. Ол жерде ең алдымен өзі үйімізді, одан кейінгі жасыл көгалдар, демалыс орындары, бассейн бар. Және де балаларға арналған ойын жер және де жаттығу алаңы бар. Жаздыға сүй. Бұл қуарда біз ең маңызды көп жерде жасыл көгалды меселі. Сол жерде көгалдар, ортасында роза, тюльпан, әртүрлі гүлдер орналасқан. Мына жақта алма, шие, өрік сияқты түрлі ағаштар, жеміс ағаштар. Сіздерде демалыс орында, көңіл көгалау және де ағашта бассейн және сауна. жаттығу алаңдары. Бізде емен тобы тұрғын үйдің бас жоспарын жасаған, өте әдемі. Жарайсыздар. Емен тобына қандай ұпай береміз? 6 ұпай. Бізде соңғы топ, қайын тобы. Бұл бізде саябақ. Бұл жерде бізде кіретін жері мына жерде болады. Осылай кіріп, көтеріп, мына жерде лестницалар бар. Типа мына жерден мына жерге дейін үстіңгі қабатта орналасқан сияқты болады. Мына жер бассейн секілді, бірақ ортасында ағашпен ерекше дизайнда жасалған. Ал мынау бізде төменгі алаң, ал мына жерде көпір. Шеттерде бұталармен, теректермен, әртүрлі ағаштармен безендіріп орнатылған болады. Ойын алаңы. Өте жақсы. Қайын тобы біздерде саябақтың жоспарын алған екен. Және де бұл жерде 2 деңгейлі қылып жасаған. Балаларға арналған жерлер орналасқан. Шешімдер әдемі. Өте жақсы. Қайын тобына қанша ұпай бересіз? Және 5. Жарайды. Келесі біздің қадам. Мұқият назар аударайық. Талдау қадамы. Яғни, бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай кейс стади әдісі арқылы осы суретте берілген ландшафт компоненттерін
талдаймыз және де бірін-бірімізбен пікір алмасамыз. Көріп тұрғандарыңыздай 3 бөліктен тұрады, яғни 3 топқа бөлінеді. Өсімдіктер тобын, яғни өсімдіктердің суретін қайың тобы алады, су құрылғылар тобын емен тобы алады, сәндік жол жабын суреттерін еңкі тобы алады. Суреттерге мұқият қараймыз. Сіздерге өзіңіздің тобыңызбен пікір алмасуға 5 минут уақыт беріледі. Жауаптарыңызды шығып айтып, орныңыздан тұрып айтсақ болады. Ландшафт компоненттері өсімдіктерден ғана емес, су құрылғылардан да тұрады. Бұл жерде жасанды су бұрқақтар, жасанды бассейндер және сарқырамалар бейнеленген. Жалпы бұлар эстетикалық композициялық түр беріп тұрады. Және олар көптеген қоғамдық орындарда, кейбір орталық алаңдарда, мейрамханалардың алдында орналасады. Жалпы бір көрген кезде жалпы сән беріп тұрады қалаға. Сән беріп тұрады. Қай жерлерде орналасады су құрылғылары? Ландшафттық жобалауда. Қоғамдық орындарда. Қоғамдық орындарда су бұрқақтары орналасады. Саябақтарда. Саябақтарда. Шипажайларда. Және мейрамханаларда. Түсінікті. Бұнар сатырамыз. Менің емен тобыма беретін ұпайым 4 ұпай. Келесі өсімдіктер тобы. Ландшафттық дизайнда өсімдіктердің алатын орны ерекше, ең бастысы деп айтсақ болады. Тоқтала кетсек бізде ағаштар. Ағаштар бізде берілген аймақты, берілген аумақты көгалдандыруға қолданылады. Бізге оның әкелетін пайдасы өте көп. Мысалы, қандай да бір ауданда берілсе, соның 15%-іне ағаш егілсе, сол жердегі шаң туғызанының мөлшері 20%-ға азаяды. Жалпы гүлдер, бұлар да кез келген жерде өседі, бұлар әртүрлі түсті, әртүрлі нәрселермен өседі, бұлар қарапайым жерде өсетін, үйге алып өсетін гүлдер болады, олардың да пайдалары өте көп, күннің сәулесімен әр алатындар да болады. Жалпы осындай әсем гүлдер, көрікті гүлдер, олар қоғамдық жерлерде, саябақтарда, парктерде орналады. Бұлар да арнайы мысалға раушан гүлдер, күнбағыс гүлдер көбінесе өсіреді. Бұларды кәдімгідей баптайды. Ал бұлардың жалпы плюстары қарапайым үйге алып келетін гүлдерде де адамның қалай демалдырады, шаң тазаңда, солардың барлығы өздеріне сіңіреді, шаң тазаңдарды өзіне сіңіріп, таза ауа шығарады. Пайдасы өте көп. Көгал күтімді қатты қажет етпейтін, тек сумен өсе береді. Оның тек өлшеп кесіп тұру керек. Оны қолдан істеуге болады және заказбен алдыруға болады. Бұны парктерде, тұрғын үйлерде, футбол алаңдарында қолдануға болады. Бұл жақсысы өте жұмсақ және жарақат алсаң қатты зақым тимейді. Оның үстіне жүруге, демалуға, отыруға, ойнауға және өте ыңғайлы. Жақсы. Қайың тобы Жанұнық түсінікті болып айтты, өзінің композициялық шешімдерін айтты, және де пайдасын адамға тигізетін толық тоқталып өтті. Сіздерге беретін ұпайым 5, жарайсыздар. Бүйіркі тобы қалды, сәндік жол жазуы. Сәндік жол жазуы жалпы саябақтарда, көше бойында және де түрлі ғимараттардың алдында, үйлерде, басқа жерлерде қолданылады. Бұл жерде суретте қысқартылып көрсетілген, 3 түрі бейнеленген, ең бірінші ол баспалдақтар арқылы жасалған және шиыршық тастар арқылы композицияланған, сонымен қатар плиталық тастар арқылы көрсетілген. Жалпылама бұл адамның назарын аудару мақсатында, жүріп келе жатқанда көзге әдемі көрсету мақсатында салынған жобалану. Сонымен қатар бизнес саласындағы адамдарда жобалар, немесе кафе, ресторан секілді нәрселер салған кезде көбіне осындай амалдарды қолданады, себебі сырттан адамдар келгенде, туристер келген кезде өзінің
кино стилін дамыту мақсатында, яғни көзге ең керемет болып түсетін сәндік жол жабынады. Екінші суретте көрсетілгендей шиыршық тастар арқылы түрлі композициялық ою-өрнек немесе түрлі суреттерді салып, жерге төсеп қойса, адам көзіне тез түседі, өміршіседі. Және үшінші суретте кафе немесе ресторан, далада орналасқан тамақ ішетін орындарда немесе тағы да басқа заттарда тас плиталар арқылы әдемі композициялық жол түзуге болады. Өте жақсы түсіндіріп айтты, қай жерлерде қолданылатын, қалай қолданылатын және шешімдерін барлығын түсіндіріп айтты. Менің ең тобына беретін бағам 5. Талдау қадамынан алған бағаларымызды бағалау бетшесіне белгілеп отырамыз. Бізде келесі қадам синтездеу қадамы. Яғни сабағымызды қорытындылай келе, мұғалімге хабарлама әдісі арқылы сіздерге осындай ұялы телефондар беріледі. Осы ұялы телефонда көріп тұрғандарыңыздай, осы сабақтан не үйренгеніңіз туралы, не білгеніңізді және түсінгендігіңізді есте сақтайтын және ұнаған сәттеріңізді қағаздың бетіне толтырып өтсеңіздер. Емен тобына хабарлама келді, түсіндім дейді. Біз бүгінгі сабақта тақырып бойынша ландшафттық жобалау туралы толық ақпарат біле алдық. Түсінбедім. Біз тақырып бойынша барлық ақпаратты түсіндік. Яғни түсінбегендері жоқ екен. Жақсы. Есте сақтаймыз. Ландшафттағы дизайндағы компоненттердің маңыздылығын есте сақтаймыз дейді. Өте жақсы. Қайын тобына соңғы хабарлама. Білемін. Біз бүгінгі сабақта көгалдандыруды ландшафттық дизайндағы алатын орнын білдік дейді. Жақсы. Ландшафттық сәулет ашық кеңістік сәулет екенін білдік дейді. Өте жақсы. Білгім келеді. Су құрылғыларын декоративті тастардың пайдасын білдік. Енді зиянын білгіміз келеді дейді. Өте жақсы. Мұғалімге хабарлама әдісінен алған ұпайларымызды бағалау бетшесіне жазып отырамыз. ЕМК тобына 5 ұпай, емен тобына 5 ұпай, және де қайын тобына 5 ұпай. Келесі қадам, соңғы қадам 6-шы қадам, яғни бағалау бетшесіндегі барлық сандарды жинақтап, жалпы ұпай санын айтайық. ЕМК тобы сіздер қанша ұпай? 34 ұпай. Қайын тобы сіздерде? Қайын тобы 34 ұпай, емен тобы сіздерде? 33 ұпай. Жарайды. ЕМК тобы мен қайын тобы бірдей болып тұр. Достық шешет. Сабағымызды қорытындылай келе, үй жұмысына бізге өсімдіктердің, яғни шартты белгілерін A3 форматына салып, оның белгісін, яғни атауын жазып өтеміз. Назарларыңызға рахмет, сабақ аяқталды.